Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Мінеке мынау кешкі сағат 9. Қойларды қамайын деп жатырмын. Біраз ой кіріп өздері жатып алған. Уже білетті қай жерге қамалатын. Бұл қойлардың біраз ауылдың қойлары. Айлыққа бағамыз 400 теңгеден. 50 қой бақсаң да сол, 500 қой бақсаң да сол бағыс. Сондықтан 50 қойды айналдырмай, жанына тағы да қой қосып ақша тауып жатырмыз. Бұл да бір бизнес. Қазір текелер қашыртып жатыр. Міне мынаның өзі секрет. Бұл жерде біз текені күзде қойып бүйтмей қалмаймыз. Әр адамның текелері қосып қойған. Қысы жаз туа береді. Туған кезде жағдайы сәл нашарлау болса, егесін айтамыз, жинап кетеді. Мынау қоңыраудың дауысын естіп тұрсыздар ма? Міне мына текемізге қоңырау тақып қойғанбыз. Бұл қоңырау мыналар құмда жүреді ғой, бұл мал. Сол кезде бір-екі қой шөптің қызығына түсіп жайылып қалып кетеді. Сол кезде басын неғқан кезде қоңыраудың дауысын естиді да, қойлардың қаяқта жүрген соған үйреніп қалған. Сөйтіп қоңырауға қарай барады да. Сөйтіп малдар сөйтіп бір-бірін шақырып сөйтіп жүре береді. Бірақ артынан бір адам бағады. Бақпаса болмайды. Бұлар жан-жаққа бөлініп кетеді. Қой деген қашыртылғаннан кейін, қойда ешкіде 5 айдан кейін туады. Осы қойлар осы кешке қорағында үстіп айналып, сәл денсаулығында ақауы барларды майда тақманға қосамыз. Ұйықтаған ба соларды көреміз. Бір ешкіміздің лағы өліп қалды. Сол лағын іздеп маңырап тұр. Мал болған соң ондай да болады. Өлетіні бар, ауыратыны бар. Бірақ пайда көп. Қойдан пайда көп. Бұл қорадан 500 қой бар. Құмға жайылып келеді. Біз етек қол мал. Құмның етегінде тұрамыз. Қараңғы болып кетті. Онша көрінбей. Өйстіп қой асырап жатырмыз.
қой бағып жатырмыз. Арнаға тіркеліп кетейік ағайын. Видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контентті қолдайық. Сіздер лайк басқан сайын мен жаңа видео түсіруге мені ынталандырады. Қараңғы болып кетті. Мына қошар. Тоқты қошар ғой. Мына нұрайын деп жатыр. Қашыртайын деп жатыр. Мына көрінбей жатыр сәл. Мына қошар қашыртты мына қойды. Қандай видео түсірсем болады? Қандай видео түсіргенді қалайсыздар, соны комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал сау болыңыздар.